Екі қабат антагонез. Екі қабат дені қазақ дүниетанымы бойынша төмендегідей сатылар арқылы жүреді. Жарқақ, шарана, құрсақ, құндақ, қақанақ, сақанақ, құндақтау, ман, нақақ. Бұл өте күрделі құрылымдар, адам денесін құру баспалдағы. Міндет осы құрылымдардың ғылыммен қалай сәйкес ететінін дәлелдеп, қазақ оларды қалай таңбалағанын көрсету. Бірінші жарқақ. Бластомер. Аруақ бертек жолымен бөліне отырып, көлемі бірдей бөлшектерден өзінің негіздерін тұрғыза бастайды. Аруақтың осы денін қазақ жарқақ десе, ғылым бластомер дейді. Жарқақ сөзі орысшаға жар раздели, қақ пополам деп аударылады. Жарғақ денінің жүруінің арқасында екі қабат мекен түзіледі. Шарана. Бастула. Шарана ғылымда бастула. Шарана оралып, анараш деп айтылады. Шарана орысша шар, шар, ана, мать. Анараш, анар, девичья грудь, аш, открывай болып аударылады. Бәрін қоссақ, шар, мать, девичья грудь, открывай деген сөз шығады. Аруақ әуелі бойлай екіге шараналанып, одан кейін осы екеуі бойлай шараналанып, төрт ақ түзеді. Сонан соң шарана дені көлденең бағытта жүріп, 8 ақты қалыптастырады. Одан әрі бойлай шараналану мен көлденең шараналану дені алма кезек ауыстыра отырып, 16, 32, 64, 128, 256 аққа айналады. Аруақ ақтың санының өсуін қисаптық геометрия даму үрдісімен сәйкес етіп жасағандықтан, шараналанудың көлемі өспейді, қайта кішірейе түседі. Аруақ ақтан түзілдіріп жасаған шарананың іші қуыс шар тәрізді болады. Үшінші саты құрсақ. Каструлла. Құрсақ орысшаға құр, пустой, сақ, ядро болып аударылады. Сөздің басын қоссақ, пустое ядро деген мағыналы сөз шығады. Қазақтың құрсағымды қақ айырып туған балам дейтін қанатты сөзі баланың бойында осы жерде салынатын қасиетке байланысты болып шығып, басқа елдер білмейтін тек қана қазаққа тиесілі ұлы түсінік екендігі анықталады. Аруақ дамудың келесі сатысында шарананың қабырғасын ішке қарай айналдыра жиырып, шарананың екінші керегесін жасайды. Аруақтың осы ден арқылы пайда болған сатысын құрсақ дейді. Құрсақ сағанақ, құндақ, қағанақ деген аралықпен екі керегеден тұрады. Енді осы сөздердің ғылымнан орнын тауып, жөнін жөндеп шығайын. Төртінші саты құндақ. Мезодерма. Құндақ орысшаға құнда, оцени, дақ, петно болып аударылады. Сөзді қоссақ, оцени, петно деген ұғымы ішінде жатқан сөз шығады. Қазақтың құндақта жармаған, өмірде де жармас деген қанатты сөзі баланың бойында осы жерде салынатын қасиетке байланысты болып шығып, басқа елдер білмейтін тек қана қазаққа тиесілі ұлы түсінік екендігі анықталады. Аруақ бөбекке айналатын шақаны құндақтау, құндақ арқылы бастайды. Құндақ шарананың сыртқы керегесі. Бесінші саты қағанақ. Эктодерма. Қақанақ, қақ истина, ан монолит, ақ клетка болып аударылады. Сөздердің басын қоссақ, истинная монолитная клетка деген адам таңғаларлық тамаша сөз пайда болады. Қазақтың қақанағымды қақ жарып туған балам деген қанатты сөзі баланың бойында осы жерде салынатын қасиетке байланысты болып, басқа елдер білмейтін тек қана қазаққа тиесілі түсінік екендігі анықталады. Қағанақ шарананың ішкі керегесі. Алтыншы саты сақанақ. Этнодерма.
Сақанақ орысша, сақ ядро, ан монолит, ақ клетка. Сөздерді қоссақ, ядро монолит клетка деп жақсы ой түзетін сөз шығады. Сақанақ шарананың керегелерінің аралығы. Аруақ ғажайып ден жүргізіп, болашақ ұрпақтың ұлы мекенін тұрғызды. Аруақ осы ақтан тұрғызылған мекеннің әрбір бөлшегіне адамға керек барлық дене мүшелерін жасап жасырып, өзі сол ақтардың біріне айналып, бой жасырады. Аруақ бір ғана ақтан тұратын адам. Қазақтың сағанағымда сарқ еткізіп туған балам деген қанатты сөзі баланың бойында осы жерде салынатын қасиетке байланысты болып, басқа елдер білмейтін, тек қана қазаққа тиесілі ұлы түсінік екендігі анықталады. Аруақ сатысы аяқталса да өзінің денін жалғастыра береді. 7-ші саты құндақтау. Нирулла. Аруақ осы тұрғызылған мекенде ғажайып ден жүргізіп, болашақ шақа эмбрионды құндақтайды. Аруақ құндақтауды құндақ қабатынан бірнеше ақты бөліп, төменге түсіру арқылы бастайды. Аруақ осы төменге түскен ақтардан жүйке таяқшасын түзеді. Ол жүйке таяқшасы қазақ дүниетанымында ман деп аталады. 8-ші саты ман, нервная система. Қазақ дүниетанымының ман деген түсінігі орыс тіліндегі внутреннее я, первоначальное я деген мағыналы ойға дәл келеді. Аруақ адамға тиесілі барлық ақты жасап болғаннан кейін, ми мен жұлынның негіздерін қалайтын ақты дайындап, өзі соның біріне айналып, құндақ қабатынан әп сәтте төменге құлдырап түсіп, манды түзіп, әп сәтте сол манның болмысынан жүйке жүйесін түзіп, мидың алдыңғы бөлімінен шодырайтып, алға шығарып, екі көз жасап, есту мен иіс сезу мүмкіндігін қалыптастырып, мидың дамуын жеделдетеді. Аруақ мидың пайда болуына байланыстырып, құндақ қабатының бөлімдерінен жасырын тұрған мүшелерді манның туындысы жүйкеге кіріктіреді. Аруақ құндақ дені кезінде пайда болған ман жүйке түтікшесінің ұштарына, қағанақ керегесінен бір-бір ақты төмен құлап, қағанағымызды қарқ етіп, ішкі мүшелердің бастамасы өкпе, бауыр, ұйқы безі, алғашқы ішектің ас қорыту жүйесі және бүйрек пен қан тамырлардың жүйесі, жерлілер мен бұлшықет, шеміршек пен қаңқалардың негізін қалыптастырып, дамыта бастайды. Аруақ одан әрі шақаның дамуын бастап, дене мүшелерінің дамуын қамтамасыз ететін бабалар мен әр түрлі рулардың жұмысын күшейте бастайды. Аруақ 3 аптада ман жүйке түтікшесінің ұзындығын небәрі 2 мм жеткізеді де, шақа жолдас плацентаға ие болып, жатырға бекиді. Аруақ жолдастың кішілігіне қарамастан, оны дамытып үлкейтеді. Жатырға берік бекінген кіндіктің ішінде қан тамырлары пайда болады. Аруақ осы арада нақақ түзеді. Ол кез келген аурудан айықтырады. 9-ші саты нақақ стволовые клетки. Аруақ кіндіктің ішінде адам болмысының ақиқатын бойына жиған аса ерекше нақақ атты қасиетті құрылым түзіледі. Қазақтың шежірелік дүниетанымына тиесілі нақақ атты түсінікті ғалымдар пупковые или стволовые клетки деп атап жүр. Нақ-ақ, нақ истинна, ақ клетка. Истинная клетка. Аруақ кіндік қанға нақақты салады. Саны 30-дан 40-қа дейін болады. Нақақты пайдалан, кез келген 12 мүшең қайтадан өсіп шығады. Ғалымдарға айт, нақақты зерттеп, адамның 12 мүшесін өсірсін. Нақақтан нақақ қан төгілсе жаман, сақ бол.
10-шы саты жүктіліктің аяқталуы. Аруақ жүктілік заңдылығы одан ары қарай былай жалғастырады. Аруақ 3 аптадан кейін мүшелердің дамуын бастап жеделдетеді. Аруақ одан ары жүйке, ас қорыту, қан айналымы секілді негізгі мүшелерді қалыптастырып қана қоймай, пішіні түтікше тәрізді жүректі іске қосады. Аруақ 5 айда шақаны дамытып, топырлаған ақтан барлық мүшені қалыптастырып, бөбек жасап, оны өмірге талпындырып қимылдатады. Аруақ осы кезден бастап бөбектің денесі мен мүшелерін тез дамытып, бөбектің қыз не ұл болуын уақ пен қау бабалары арқылы саралайды. Қау X хромосом. Қау қыз баланың болмысын нақтайды. Қыз баланың жынысын қау бабасы анықтап бекітеді. Дүниеге қыз бала келеді. Сұлулық пен мейірімнің, сезім мен махаббаттың негізін қалай келеді. Қол ұзарады, көңіл тояттайды. Қазақ білген дүниетаным даналықтың шуағынан қуаттанып, ұрпақ қуалап бүгінге жеткен. Осындай керемет дүниетанымды ұмытуға тиісті емеспіз, ұмытуға болмайды. Уақ Y хромосом. Ұл баланың болмысын нақтайды. Ұл баланың негізін белгілейтін бабаның таста салынған таңбасы бар. Ұл баланың жынысын уақ бабасы анықтап бекітеді. Аруақ көзге көрінбейтін кішкентай ақ болатын. Топыр ақ болып көбейіп, жатырда бөбек пайда болады. Қазақ айтқандай, 9 ай 9 күнде адам өмірге келеді. Ұл бала болып келеді. Шежіренің негізін қалайтын осы еркек кіндіктілер. Аруақ бір ақ. Адам топыр ақ. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 91-94 беттің аралығы.